Футзал сүйер қауым, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде Қазақстан біріншілігінің 29-шы тур аясындағы кездесу. Назарларыңызға Бәйтерек пен Алматылық Қайрат командаларының кездесуін ұсынамыз. Бұл Орал қаласы, Орал спорт кешені. Және дәл қазір футзал мерекесі. Және ысқырық алында матчта бастаймыз. Негуэба допты ортадан қосқан сәттен бастап бірден қақпаға соққы жасады. Алайда Нарун тұрған қақпаға дәл соққы өте қауіпті пас. Абырой болғанда Томас да Силва допты арқына бағындыра алмады. Ариета қателік және гол! Есеп ашылды. Міне Антон Колесов матчтың небәрі 3-ші минутында гол соқты. Осылай паркет қожайындары есепте алға шықты. Бәйтерек күтпеген жерден соққы жасап, міне тағы да алтын өз орнында. Әтсан соққы бола ма бұл жерде? Және есеп теңесті. Арнольд Кнауп керек кезде қажет жерден табылып, Алисон Невестің пасын қабылдап бірден қақпаға соққы жасады. Және Арнольд Кнауп, Алисон Невес тағы алыстан теуіп көрді ме? Саған қандай гол! Алисон Невес алыстан соққы жасап, Далтон тұрған қақпадан бос саңлау тапты. Есеп 1-2. Жалпы Орал қаласында жаңа заманауи жайық арена көпбейінді спорт кешенінің құрылысы аяқталды. Және келесі маусымнан бастап Бәйтерек өз алаңындағы матчтарда сол жаңа Айшар Нурин ал қазір Айманда қарбалас және пенальти. Ал қазір Бәйтерек. Ысқырық алында Давуд Штейбеков соққы және есептен 2-2. Бәйтерек екінші таймда тараз басын теңестірді. Гол авторы Давуд Штейбеков. Пенальтиді өте сәтті орындады. Қақпашыны Алисон Невес. Ой, қандай қауіпті соққы. Өте шапшаң қимылдайтын аяқ топ шебері. Қиғаш пас әрпесіне жетпеді. Алисон Невес, Біржан Оразов жақсы пас және Біржан Оразов. Қандай мүмкіндік. Антонио Бужанский бүгінгі ойынның үздігі. Сөзсіз. Далтон бір шабылға уақыт бар екен. Нарун. Осымен матч аяқталды. 2-2 есебімен Бәйтерек өз алаңында Қайраттан ұпай алды. Өте жақсы кездесу. Гол авторлары Антон Колесов, Арнольд Кнауп, Алисон Невес және Давуд